Жеті лақ ертегісі. Ертеде орманның бір шетінде ескі бір ешік болыпты. Онда ешкі мен оның 7 лағы өмір сүреді. Әр күні ешкі таңертеңгілік уақытта шөп жеп, салқын су ішу үшін орманға барады. Ол кеткен бойда лақтар есікті жауып құлыптап алады. Ешкі орманнан үйге келген кезде әндетіп: «Лақтарым, шынақтарым, есікті ашыңдар, аналарың сендерге сүт алып келді», деп әндетеді. Лақтар есікті қуана ашады. Ешкі лақтарын сүтке тойдырып, қайтадан орманға кетеді. Лақтар есікті бірден жауып алады. Осы сәтте қасқыр ешкінің кеткенін күтіп, лақтардың қарауынсыз қалған сәтін аңдады. Есікке келіп, өзінің қатаң даусымен: «Балалар, есікті ашыңдар, сендердің аналарың келді, сендерге сүт алып келді», деп әндетеді. Сол кезде лақтар: «Сенің даусың біздің анамыздың даусына мүлдем ұқсамайды. Сен өтірік айтып тұрсың, біздің анамыз жіңішке дауыспен әндетеді». Не істерін білмеген қасқыр ұстаға барады. Ұстадан даусының жіңішке болып шығуын қалайды. Ол ыстық темірмен тамағын басып жіңішкеретіп алады. Қасқыр қайтадан ешіктің қасына барып қуыстың арасына тығылып қалады. Бір кезде ешкі келіп, есікті тоқылдатып әндетеді: «Лақтарым, шынақтарым, аналарың келді, сендерге сүт алып келді». Сол кезде қасқыр ешкінің даусын мұқият тыңдап тұрады. Лақтар есікті ашып, қасқырдың үйге келіп, есікті қағып, оларды жегісі келгенін айтып береді. Ешкі лақтарды тамақтандырып, қатаң түрде ескертеді: «Үйге біреу келіп, есікті қағып қатаң дауыспен сөйлесе, ешкімге ашпаңдар». Ешкі кете салысымен аңдып тұрған қасқыр есікті қағып жіңішке даусымен: «Лақтарым, шынақтарым, аналарың келді, сендерге сүт әкелді». «Мүмкін бұл біздің анамыз келді, анашым, анашым!» Лақтар сеніп есікті ашады. Қасқыр үйге бастырып кіріп, лақтарды қоржынына сала жөнеледі. 6 лақты салып үлгеріп, тек бір ғана лақты таппайды. Қоржынын арқалап, орман ішіне қарай кетеді. Ешкі үйінің есігі ашық тұрғанын көріп, қорқып кетеді. Үйдің тас талқаны шығып жатады. Лақтардың үйде жоқтығын көріп, жылап жібереді. Сол мезетте тығылып аман қалған ең кішкентай лақ анасының қасына жүгіріп шығады. Ол қасқырдың өтірігіге бастырып кіріп, лақтарды алып кетіп қалған айтып береді. Ешкі үйден жүгіріп шығып, төбет достарын үйіне келіп, көмектесулерін сұрайды. Төбет достары бірден келіседі. Төбет достары қасқырдың жүрген жолын ескеп, бірден тауып алады. Қасқыр сөйтсе, үңгірдің ішінде екен. Ол болса, отынын жағып, лақтарды жемекші болып отыр екен. Төбет иттер артынан жүгіріп келіп, қасқырдың тас талқаны шығарады. Төбеттермен төбелесіп, аман қалған қасқыр өз орнын тауып жайына кетеді. Ал лақтардың қуанышында шек жоқ. Аналары тауып алғанына мәз болып ойнап жүр. Көмектескен достарына алғыстарын айту үшін лақтар барлығы бірігіп, тәп-тәтті бәліштері мен бір құмыра сүттерін төбет иттердің үйіне алып келіп береді. Ешкі сәбізден жасалынған бәлішті лақтардың өздері өз қолдарымен пісіргендерін айтады. Иттер дән риза болып, қуанып қалады. Достығымыз мәңгі болсын деп шығарып салады. Назарларыңызға рахмет.